Қаңтарда өтетін мәжіліс және мәслихат сайлауына қатысатын Адал партиясы 19 қарашада депутаттыққа ұсынатын кандидаттар тізімін таныстырған болады. Кандидаттар қатары сайдың тасындай жиналған қазақ халқының елді де беделді мүшелерімен толыққан еді. Ал осы партияның бастаушы күші, басшысы, қолдаушылары кімдер деген сауал көптің көкейін тескен еді. Ақпараттық сайттарға, сыбыстарға қарағанда бұл партияның қомақты қаржыландырушысы егілік кәсіпкер Тимур Кулибаев деседі. Партия төрағасы бұл қауесеттің жалған екенін, алайда Тимур Кулибаевтың партияның дамуына қомақты қаржы қолын созған жағдайда еш қарсы болмайтындығын айтып, ағынан жарылған еді. Атап өтсек, мәжіліс депутаттығына ұсынылған 20 үміткердің арасында спортшы, блогер, эколог, журналист, бизнес-тренерлер де бар. Атап айтқанда, журналист Мақсат Толықбай, партия төрағасы Серік Сұлтанғали, спортшы Ардақ Назаров, Қазақстанның қой шаруашылығы қауымдастығының жетекшісі Алмасбек Садырбаев, партияның Нұр-Сұлтандағы өкілдігінің жетекшісі Мұрат Қожамқұлов және тағы басқа адамдар да бар. Партия құрамына жаңадан кірген адамдардың көбісі дерлік жастардан құралған. Адал елде ресми түрде тіркелген 6 партияның бірі. 2013 жылы бірлік ретінде тіркелген партия қараша айының басында атауын өзгертіп, Адал болған. Ребрендинг жасауының себебін түсіндірген саяси ұйым өкілдері қоғамда әділдікті талап етуші халық көбейді деп түсіндірді партия мүшелері. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.